Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ұлымның сүйсініп жейтін салатын дайындайын деп жатырмын. Осындай әртүрлі жемістерден адамның организміне витаминдер көп бөлінеді. Баланың бойы өсуіне және де нерв жүйесінің қалыптасуына, әртүрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұра алады. Сондықтан да әр апта сайын баланың қызығушылығын оятып, әртүрлі салат дайындауға тырысыңыздар. Ең алдымен осылай алмаларының бәрін уақтап турап аламын. Мен осылай алма мен бананды ғана қосып жасаймын. Басқа да әртүрлі жемістерді қосып жасай берсеңіздер де болады. Қазіргі уақытта балаларға кола, чипси бергеннен осындай пайдалы тағам дайындаған дұрыс деп ойлаймын. Балалардың организмі енді дамып келе жатыр, сондықтан да асқазанын құртпаған дұрыс. Мінекей барлығын турап дайындап алдық. Енді үстіне сгущенка мен қаймақты қосамын. Қаймақты 4 қасық қосамын, және де сгущенканы де жобалап 3-4 қасықтай қосамын. Осылай барлығын араластырылғаннан кейін ыдысымызға салып, баламның қызығушылығын арттыру үшін осылай грек жаңғағы мен шоколад қойып, керемет салатты дайындап бердім. Балама қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қазақша каналымның дамуына үлес қосып, қоңырауша белгісін басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.